Сүйсе адам көптеп сауап жияды екен, махаббат жаратқанның қиялы екен. Некені біздер жерде қидырғанмен, пейіште Алла өзі қияды екен. Әр жұпты тең-теңімен жаратты Алла, ғашық бір-біріне қаратты Алла. Сағынып саруайымға салдыртып да, алыста жүрген кезде қалатты Алла. Түркістан облыс аудан Түлкібасы, ыстық қой домалаған қаратасы. Ұлтының ұйытқысы мұнда жүрген кішкентай балаларымен кәрі жасы. Осында Сағынбектей сері жігіт тұратын ата күткен ақтап үміт. Әр кезде қиындыққа мойымастан жүретін көңілденіп жарқын күліп. Бибігүл қызын көріп Жаңабайдың Сағынбекте пайда болған жаңа уайым. Мамырдың 9-ында алып қашып келін етті әулетке қарапайым. Әттең-ай, бұл уақытта жоқ әкесі, жаулығын жабатұғын жоқ анасы. 5 бауыр, 5 әпкесі бар болатын, алтынға тең келмейтін еш бағасы. 20-да отау құрып сүйгенімен, өмірдің жүріп өткен күйбеңімен. Екеуі еңсеріпті талай сынды, өмірде көріп біліп түйгенімен. Жыл өтіп, шаңыраққа шаттық кірді, бесіктен шықты нәзік сәби үні. Көз ілмей өткізетін ұлын бағып, ана әке қуанышпен талай түнді. Нұрболат атын қойып тұңғышының, тілейтұғын жануын жұлдызының. Қызығын көрсек деген армандары, таусылмастан өмірде дәм тұзының. Нұрболат жасқа толды енді міне, Есболат көріп жарық келді өмірге. Әке ана қуанып ұлдарының бақыт болып келгендігін сезінуде. Араға 5 жыл салып ұл босанды, бұл ұлды ана әке көп тосқанды. Нұрболат пен Есболат інілі боп қуанып бақтарына бақ босқанды. Жанболат деп кенжесінің қойып атын, тартатын 3 ұлында жанға жақын. Үшеуін бөліп жармай ана әке еркелетіп толғанып отыратын. Содан соң 5 жыл өтті, арада бұл анашым өсіріпті балаларын. Армандап қызым болса деген тілек орындалып шүкір айтқан Аллаға мың. Өзгеге қимай көзі қызым деген, қызым деп үміттері үзілмеген. Фариза деп есімін берді маған, мақтанып жүрейік деп қызым менен. Қатайып